Сәлем қазақ елі, сіздермен Каз кино арнасы. Бүгінгі видеода біз уақытпен ойнаған, махаббат пен ерлікке толы Назад в 90-е атты фильмді қысқаша мазмұндап беретін боламын. Егер сізде уақыт машинасы болса, өткен шаққа барып, нені өзгертер едіңіз? Біздің кейіпкеріміз Арманның бұл сұраққа өз жауабы бар. Дайын болсаңыздар, кеттік. Хикая қарапайым физика мұғалімі Арманнан басталады. Ол өз ісінің нағыз шебері, бірақ өмірде жолы болмай жүрген ботаник жігіт. Арманның ең үлкен қасіреті сүйіктісі Гаухардың алдында өзін дәлелдей алмауы. Гаухар оны тым жасық, тек қана формула мен темір тесектің арасында өмір сүретін романтикадан жырлай адам деп есептейді. Арман бұл пікірді өзгерту үшін гаражында нағыз телепортация аппаратын құрастырып шығады. Ол Гаухарды шақырып, «Мен саған әлемдегі ең керемет саяхатты сыйлаймын» деп уәде береді. Бірақ физикада қателік кетпей тұрмайды. Есептеулер сәл мүлт кетіп, олар Парижге емес, уақыт кеңістігінің тесігіне тартылып, 1990 жылдардың бел ортасынан бірақ шығады. Олар өздері жұмыс істейтін университеттің жертөлесінде пайда болады. Есікті ашып далаға шыққанда, айнала мүлдем таныс емес. Гаухар басында мұны түсінбей, өз жұмыс орнына, яғни аудиторияға дәріс оқуға барады. Бірақ ол жерде тәртіпті студенттердің орнына дөрекі жастарды көріп, шошып шығады. Осы сәтте олардың нағыз 90-шы жылдарға түскеніне көздері толық жетеді. Алайда, бұл саяхаттың ең терең сыры енді ашылады. Гаухардың әкесі дәл осы 90-шы жылдары белгісіз жағдайда қаза тапқан болатын. Гаухар әкесін тірідей көргенде есінен тана жаздайды. Оның ең үлкен арманы әкесін сол өлімнен арашалап қалу. Олар әкесінің артынан еріп, сол қайғылы оқиға болатын жерге барады. Бірақ тағдырдың жазуы ма? Гаухардың қолынан ештеңе келмейді. Әкесі көз алдында қаза табады. Қазіргі уақытқа оралған соң, Гаухар терең қайғыға батады. Мұны көрген Арман шешім қабылдайды. Егер менің қалымым ең жақын адамымды бақытты ете алмаса, оның не керегі бар? Ол құрылғыны қайта жөндеп, бұл жолы Гаухарсыз жалғыз өзі өткен шақ қаттанады. Арманның жоспары мінсіз еді. Ол өз өмірін қатерге теге отырып, Гаухардың әкесін сол қауіпті аймақтан алып шығады. Тарих дөңгелегі басқа арнаға бұрылады. Таң атады. Гаухар көзін ашқанда, үйінің ішінен таныс дауысты естиді. Ас үйге жүгіріп барса, дастархан басында аман есен шай ішіп отырған әкесін көреді. Бұл Гаухар үшін әлемдегі ең үлкен ғажайып еді. Ол Арманның нағыз батыр екенін мойындап, екеуі бақытты қуанышын бөленіп, бір-бірлеріне ырза болады. Міне достар, технология қанша жерден дамса да, ең басты құндылық адамның бір-біріне деген сезімі. Арман махаббат үшін тек уақытты жеңіп қана қоймай, бір отбасының тағдырын бақытқа толтырды. Видео ұнаса лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.